my time. None of you people can tell me to stop. Құрметті оқырмандар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз ол ағылшын тілінде жұмысқа сұхбат өту екен. Жалпы кез келген сұхбат қазақша, орысша, ағылшынша болсын, негізінде бәрі бірдей формат өтіледі және көбінде бәрінде бірдей сұрақтар қойылады екен. Кез келген сұхбатты сәтті өткізу үшін сізге керегі біріншісі сол сала бойынша тәжірибе, екіншісі білім, үшіншісі сол бар біліміңізді жұмыс алушыға дұрыс жеткізе білу, былай айтқанда мәдениетті түрде жеткізе білу керек. Көп адамдар болады, тәжірибесі бар, білімі бар, бірақ сұхбат беру техникасын, психологиясын білмегендіктен көбінесе өте алмай жатады. Керісінше мысалдар бар, білімі аздау, тәжірибесі аздау болса да, дұрыс сұхбат бере алғандықтан көбінесе жақсы жұмыстарға ие болып жатады. Бүгін сіздерге ең кездеседі деген және өзінің тәжірибемен өткен 20-дай сұрақ дайындадым. Бүгінгі тек қана ағылшынша нелер болады, сұрақтар өтеміз. Келесі жолы ағылшынша, таза ағылшынша сұхбат көрсететін боламын. Ал енді бір-бір сұрақтан талқылап кетсек. Ең бірінші сұрақ ол tell me about yourself. Өзіңіз жайлы айтып бересіз ба? Бұл жерде бүкіл өмір баян айтып керек емес. Қысқа нұсқа, аты жөніңіз кім, жасыңыз қаншада, қай жақтансыз, қай оқуды бітірдіңіз, қандай тіл білесіз, және қай жерлерде жұмыс істегеніңіз жайлы қысқа нұсқа айтып берсеңіз жеткілікті. Келесі сұрақ. What were the responsibilities of your last position? Алдыңғы жұмысыңызда қандай міндеттерді атқардыңыз? Кез келген адам өзінің алдыңғы жұмыста қандай жұмыс істегенін біледі, міндеттерін. Бірақ егер ұмытып қалып жатсаңыздар, Google-дан обязанности, мысалы, инженера, айтишника, сондай заттар жазсаңыздар, мысалы, обязанности деп, кез келген сіз бара жатқан мамандықтың міндеттері шығады. Соны оқып, қазақшаға аударып, соны айтып берсеңіздер болады. Келесі үшінші сұрақ ол why are you leaving your present job дейді. Неге алдыңғы жұмысыңызда кетіп қалдыңыз дейді. Бұл енді психологиялық сұрақ. Бұған жауап берген кезде, мысалы, мен алдыңғы жұмысымда жалақым аз болды, немесе бастығыммен ұрысып шығып кеттім деп, алдыңғы компанияңызды жамандай берсеңіз, онда жұмыс берушінің сізге деген күмәні пайда болады. Бізге де ертең келіп, осылай кетіп қалады деп. Бұл сұраққа жауап берсін, қалай бар солай жауап беріңіздер, немесе мен өзімнің, мысалы, профессионалдық қабілетімді дамыту үшін басқа да, мысалы, перспективалық мүмкіндіктерді іздеп жүрмін деген секілді жауап берсеңіздер болады. Келесі төртінші сұрақ, why do you want this job дейді. Бұл жұмыс сізге не үшін керек дейді. Бұған жауап беру үшін сіз компания жайлы және бара жатқан мамандығыңыз жайлы білуіңіз керек. Мысалы, сіздердің компанияларыңыз осынша жыл жұмыс істеп жатыр, тұрақты түрде жұмыс істеп жатыр, осындай жетістігі бар. Мен де осы компанияның бір бөлігі болғым келеді. Немесе осы бара жатқан мамандық арқылы мен өзімді профессионалдық түрде дамытқым келеді деген секілді жауап берсеңіз болады. Келесі бесінші сұрақ. Why should we hire you дейді. Біз неге сізді жұмысқа алуымыз керек дейді. Бұған жауап беру үшін сіз өзіңіздің профессионалдық артықшылықтарыңызды айтуыңыз керек. Мысалы, мен мынандай программалар білемін. Мысалы, мен алдыңғы тәжірибеде мынандай үйрендім. Соны осы компанияда іске асырғым келеді. Осылай үлес қосқым келеді. Мысалы, мынандай жақтарын жақсартқым келеді деген секілді өзіңіз не бере аласыз, соны айту керек. Алтыншы сұрақ. What are your strengths дейді. Сіздің мықты жақтарыңыз қандай дейді. Бұл енді өзіңіздің жеке басты, мысалы, артықшылығыңызды, мықты жақтарыңызды айтсаңыз болады. Мысалы, мен жауапкершілігім мықты, немесе ұйымдастыру қабілетім мықты, тез бір мағлұматтарды тез меңгеріп аламын, тез алып кетемін деген секілді өзіңіздің жеке мықты жақтарыңызды айтсаңыз болады. Келесі жетінші сұрақ, what are your weaknesses дейді. Сіздің әлсіз жақтарыңыз қандай дейді. Бұл да өте психологиялық сұрақ. Сіздің қандай адам екеніңізді біліп қояды бұл сұрақ арқылы. Енді бұл жерде өзіңіздің, мысалы, мен өмірі жұмысқа кешіп келемін, мен жұмыс істеп жатып тез шаршап қаламын, немесе бір информацияны мысалы ұзақ меңгеремін деп айтсаңыздар, әрине бұл жұмыс берушінің алдында дұрыс көрмей қаласыз былай айтқанда. Бұған мысалы жауап беру үшін сіздің әлсіз жағыңыз мықты жаққа айналып кету керек. Ол қалай десеңіздер, мысалы, мен өте шыдамсызбын, сол үшін мен бір жұмыс берген кезде тез бітіріп тастаймын, осы шыдамшылығының арқасында тез жұмысты кетемін осылай деген секілді сіздің әлсіз жағыңыз мықты жаққа айналып кету керек.
Келесі 8-ші сұрақ. Where would you like to be in your career 5 years from now дейді. Сіз 5 жылдан кейін қандай карьералық сатыда болғанын қалайсыз дейді. Бұл кезде енді әрбір адам өзінің 5 жылдан кім болатынын нақты білу керек. Өйткені мысалы ешқандай ештеңке қазір айта алмаймын, білмеймін десеңіздер, ешқандай сізде мысалы мотивация жоқ екенін көрініп қалады. Сол үшін мысалы бара жатқан мамандығыңыз қандай, мысалы қандай үлкен лауазымды бар, солар айтсаңыз болады. Мысалы мен супервайзер, менеджер, директор болғым келеді деген секілді 5 жылдан кейін кім болғыңыз келетінін осылай айту керек. Келесі 9-ші сұрақ. What attracted you to this company дейді. Сіз біздің компанияның несімен ұнайды дейді. Бұл сұраққа жауап беру үшін сіздер компания жайлы білуіңіз керек. Кез келген компанияның Google-дан бассаңыздар, кез келген компанияның сайты шығады. Сайтқа кіріп, осы компания жайлы көп мағлұмат алу керек. Қашан құрылды, қандай жетістігі бар, жалпы перспективасы қандай, алдыға жоспары қандай деген секілді осыны көру керек, сосын айту керек. Келесі сұрақ 10-ші. What can you do for us that other candidates cannot дейді. Немесе can't. Басқа кандидаттардан қарағанда қандай артықшылығыңыз бар? Бұл да енді алдыңғы сұраққа ұқсайды. Сіздің профессионалдық артықшылығыңызды айтасыз. Келесі 11-ші сұрақ. Ол what salary are you seeking expecting дейді. Сіз қандай жалақыны күтесіз дейді. Бұл жерде енді әр адамның тәжірибесіне, біліміне байланысты. Бұл жерде өзіңіздің ойлап тұрған жалақыдан сәл жоғары айту керек. Сол кезде ұтылмайсыз. Келесі 12-ші сұрақ. Tell me about your proudest achievement дейді. Өзіңіздің мақтан тұтарлық жетістіктеріңіз туралы айтып берсеңіз дейді. Енді алдыңғы жұмыста сіз немесе бір курс оқыдыңыз ба, немесе бір алдыңғы жұмыста қандай бір жетістікке жеттіңіз, мүмкін сертификат алдыңыз ба бір жетістік үшін, соның бәрін осы жерде айта беру керек. Келесі 13-ші сұрақ. Tell me about a challenge or conflict you faced at work and how you deal with it дейді. Бұл енді жоғары лауазымға бара жатқан адамға қойылатын сұрақ. Жұмыста кездескен қиындықтар мен конфликттерді қалай шешетініңіз туралы айтып берсеңіз дейді. Енді алдыңғы жұмыста егер осындай бір лауазымда болсаңыз, мысалы бір проблема болды, сіз оны қалай шешкеніңіз жайлы бір 2-3 кейсті айтсаңыз болады осы жерде. 14-ші сұрақ осыған ұқсайды. Tell me about your time you demonstrated leadership skills дейді. Көшбасшылық, лидерлік қабілетіңізді көрсеткен кезіңіз туралы айтып берсеңіз. Бұл енді алдыңғы сұраққа ұқсайды. Келесі сұрақ 15-ші. What do you like to do outside of work дейді. Сіз жұмыстан тыс уақытыңызда не істегенді ұнатасыз дейді. Бұл енді сіздің хоббиіңіз жайлы, жұмыстан тыс уақытыңызда не істейсіз. Келесі 16-ші сұрақ. What are your goals for the future дейді. Болашақта мақсаттарыңыз қандай дейді. Бұл енді әр адамның жеке өзінің мақсатыңыз жайлы айтып берсеңіз болады. Келесі 17-ші сұрақ. What do you know about our company дейді. Біздің компания жайлы не білесіз? Бағана айтқанымдай, кез келген компанияның сайтын ашсаңыздар, сол жерден оқып алсаңыздар болады. Келесі 18-ші сұрақ. What do you know about this industry дейді. Сіз осы сала бойынша не білесіз дейді. Егер енді өз мамандық бойынша бара жатсаңыздар, енді универде оқыған мағлұматтарды айтасыздар, немесе алдыңғы тәжірибелеріңіз болса, сол тәжірибе жайлы айтасыздар осы мамандыққа қатысты. Келесі 19-ші сұрақ. Are you willing to relocate? Сіз көшуге дайынсыз ба дейді. Мысалы, бұл компанияның басқа да филиалдары, басқа мысалы қалаларда болса, сізге міндетті түрде осы сұрақты қояды, немесе уақытылық жұмыс болса, сіз көшуге дайынсыз ба дейді. Келесі 20-ші сұрақ. When can you start дейді. Жұмысты қашан бастай аласыз дейді. Бұған да енді әр адам өзі жеке жауап береді. Соңғы сұрағымыз. Do you have any questions for me дейді. Бізге сұрағыңыз бар ма дейді. Бұл жерде енді көбінесе жалақы жайлы сөз қозғамаған дұрыс. Көбінесе профессионалды сұрақтар, олар мысалы былай болады. Сіз бұл компания менен не күтеді? Мен осы мамандық арқылы қандай үлесімді қосам, немесе компанияның жалпы мақсаты қандай, компанияның перспективасы қандай деген секілді осындай профессионалды сұрақтар қойсаңыздар болады. Ал енді достар, бүгін осы сұрақтарды біз аяқтадық. Келесі сабақта біз бүкіл сұрақтарға ағылшынша жауап беріп, сол жағын қарастыратын боламыз.